Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Маған осындай сұрақтар өте көп келеді. Сіз әлі жассыз, неге шежіре зерттеп жүрсіз, ұлтыңыз кім, руыңыз кім деген сияқты. Сол себепті өзім туралы кішігірім видео түсірдім. Негізінде мен енді жас емеспін, жасым 30-ға таяп қалған. Негізінде бұл салада мен 2013 жылдан бері жүрмін. 6 жыл университетте білім алдым. 2 қызыл дипломым бар. Одан бөлек университет және колледждерде сабақ бергенмін. Сонымен қатар 30-дан астам тарих саласы және шежіре бойынша 30-дан астам ғылыми мақалаларым бар. Көптеген конференцияларда, Қазақстанның үздік журналдарында ғылыми мақалаларым жарық көрген. Сонымен қатар Қазақстанның үздік жас ғалымы медалының, Қазақстанның үздік жас педагогы медалы және бірінші дәрежелі диплом. Сонымен бірге Қазақстанның 100 жаңа есімі медалы және статуэткасының иегерімін. Өзім тарихшы, гуманитарлы ғылымдарының магистрімін және қазіргі таңда докторантураға дайындалып жүрген болашақ докторантпын. Енді шежіре зерттеуге келетін болсақ, енді шежірені мен өзім ойымнан шығарып жазып жүрген жоқпын, или жеке бір кісілерден сұрап мен өзім жинақтап жүрген жоқпын. Бірақ мен жай ғана осы уақытқа дейін шежіре зерттеген кісілерден алып, солардың мәліметтерін жинақтап YouTube каналыма салып жүрмін. Яғни тарих саласында жүргеннен кейін гуманитарлы ғылымдарының магистрі ретінде бұл саладан 100% хабар мен білім болмаса да дайын материалдарды жинақтап, оны YouTube-қа сала алатындай дәрежеде білімім бар деп ойлаймын. Әрине ол жерде қателіктер болуы мүмкін, қолымнан келгенше қателіктер жасамауға тырысамын, бірақ енді ескі кітаптарда кейде түсінбеген жерлер өте көп болады. Онда жағдайда міндетті түрде сол жерге жазып қалдыратын боламын. Ал енді қазіргі таңда енді көшіп келген қалам Қостанай облысындағы Жетіқара қаласы. Сол себепті бұл жерде шежіре зерттеу қиындау болып жатыр маған. Өйткені шежіре кітаптары өте аз. Негізінде жолдасымның жұмысына байланысты көп қала ауыстырамыз. Осы уақытқа дейін Қазақстанның 10-нан астам қалаларында болдым. Тек қана Астана, Алматы қалаларына барғанда ғана менде шежіре зерттеу мүмкіндіктері жоғары болды. Басқа қалаларда шежіреге байланысты мәліметтер менде өте аз болды. Бірақ келешекте осы шежіре саласы бойынша өзімді дамытып, барлығының өзінің жеті ата-бабасын толық білуіне мүмкіндік туғыза аламын деп ойлаймын. Жас ғалым ретінде қазір өзімді барлық салаларда дамытып жатырмын. Өйткені тарихшы ретінде бізге көп тіл білгеніміз өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бізде көп мәліметтер шетелдерде, Мысалы, қазір таңда өзім қазақ тілінен басқа түрік тілінде, ағылшын тілінде еркін сөйлей аламын. Бұдан бөлек Қытай және грек тілдерін үйрену мақсатым бар.